Sen Дулат Ағаділ құсап өлесің деген. Аттан қазақ 25 июнь күні Алматы қаласы Қабанбай Батыр көшесі мен Наурызбай Батыр көшесінің қиылысында Алматы қаласы Медеу аудандық полицияның алдына жиналыңдар. Байболат Күнболат өлтірмекші. Алдыңғы жол белгісіз ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкері Байболат Күнболатұлы қамалғанда түрмеде және полиция мекемесінде сен Дулат Ағаділ құсап өлесің деген. Сол уәдесін орындамақшы. Ол ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамы болмаса, ол қайтып түрмеге кіре алады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамы болмаса, ол қайтып полиция мекемесіне кіріп Байболатты тергей алады. Біз сол туралы президентке дейін хат жазғыздық, қаншама азаматтар жазды. Соны, камераны, сол адамның аты жөнін анықта, ол кім? Осындай толық құқылы Қазақстан Республикасының азаматы Байболат Күнболатқа сен Дулат Ағаділ құсап өлесің деген. Ол не үшін қоқаллық жасайды? Біз оны анықтатамыз. Біз оны халықаралық сотта дарғасамыз. Осы бір ауыз сөз үшін, осы сөзді айт деп тапсырма берген бастығын айтса, өлімнен қалады. Айтпайтын болса, қосылып жазалсын алады. Сондықтан 25 июнь жиналыңыздар. Ешкімнің ешқайсына ештеңке тиісе алмайды. Енді бүкіл дүние жүзінің назарын Қазақстанға аудартып жіберем мен. Бүкіл Қытайға бағытталған, Қытайды дүние жүзінде ең қауіпті деп үйросы үшін, мәжбүрлі құлдық еңбегі үшін, қазақтар мен ұйғырларға жасаған фашистік концлагерьдегі қылмыстар үшін бүкіл дүниенің назары Қытайға ауды. Енді соны мен абырып отырып әкеп Қазақстанға аударам. 77 әкелерімді көздеріңе көрсетіп жіберем. Сондықтан әрбір полиция, әрбір киембі, әрбір жандайша, әрбір баскесер, естеріңді жиыңдар, сендер ешкім ертең халықаралық сотта арашалай алмайды. Қол аяқтарыңды байлап отырып, сол билігінің өзі халықаралық сотқа апарып береді. Беттеріңе маска тақпақ түгіл қатыныңның дамбалын тартып алсаңдар да, ана көзіңнен, мұрныңнан, ана бетіңнің сұлбасынан анықтап шығады қазіргі дигитал өнері. Сондықтан 25 июнь күні сағат 11-де жиналған Байболат Күнболатқа араша сұрайтын қазақтың біреуінің бір тал шашына тиіспейсіңдер, тиістекесіңдер, ажалдарыңды құшасыңдар. Халықаралық сотта адамзат алдында масқара бол, бүкіл ұрпағың, қатын балашаға, туыс туғаныңа дейін өмір бойы масқара бол, сенен безіп кететіндей болып жазаланасыңдар. Жақсы, осы сөзімді естіп отырсаңыздар, бөлісіп, таратып, комментарий жазып, жеткізетін жерге жеткізіп, тарататын жерге таратып тастаңыздар. Мен осымен сөзімді тамамдаймын. 25 июнь сағат 11 Алматы қаласы Қабанбай Батыр, Наурызбай Батыр көшесінде жүздесейік. Мен сіздермен біргемін. Біз ақиқатпен біргеміз. Біз шындықпен біргеміз. Шындық біз жақта, біз шындық жақтамыз. Біз жаратушы Құдаймен біргеміз. Біз Құдайдың ақиқат үшін кеудемізді оққа төседік, басымызды қауіпке тіктік, басымызды бәйгеге тіктік. Ендеше әрбір қазақ, сен кел, ауылдан машинаңды айдап, автобусқа мініп, 1000 теңгеңді жұмсап кел Алматыға. Анда отырған апаларға, кеше түнеп, кеше жолдың бойында шатырда түнеген апаларға бір қолыңды бер, рахметіңді айт. Қолыңда ештеңкең болмаса, 1 литр суыңды болса да, сүтіңді болса да, айраныңды, қатығыңды болса да алып кел, құртыңды болса да алып кел. Анда Байболатқа бостандық сұрап, Байболатты Қытайдың ажалынан, Құдайдың ажалы емес, Қытайдың ажалынан құтқарамыз деп тұрған Ағеділ аталар, әжелер, апалар, қарындас, бауырларға қолдау көрсет. 1 литр суыңды апарып бер. Ей, асқан ашушылар, ей, тамақ жасаушылар, апар палауыңды басып, мантыңды басып алып бар андағы жерге. Апар, табағыңа салып көтеріп алып бар, наныңды алып бар, құр нан жесе де іштен кетпейді. Ыстық тамағыңды пісіріп апар Алматы және Алматының маңындағы қазақтар. Андағы қиналған жұрт бір самсаны болса да жеп жүрегін жалғасын. Айғайлағанға да күш керек. Жақсы ендеше, аман болайық. Қазақ халқы аттан бостандықты, теңдікті, еркіндікті жалынып, жалпайып, хат жазып, басыңды жерге ұрып, сәжде жасап отырып, озбыр, өктем, үстем таптан сұрап алмайсың. Айғайлап тұрып, тепсініп тұрып, теңдік аласың қазақ.
Соны ұмытпа. Ендеше әрбір қазақтың баласы әкеміз бізді ұл деп таптырды ма? Шешеміз бізді оңай омыртқасын үзіп отырып көтерді ма? Ақ сүтін беріп өсірді ма? Құдайдың хикметімен мына дүниеге адам болып келдік пе әрқайсымыз? Еркек тоқты құрбандық. Жол жігішке әйел заты, әжелер апкелерге дейін келіп отыр. Ай, еркектер! Сендерде намыс қайда? Ана апалар 70-ке келген әжелер. Байболат Күнболатқа теңдік сұрап, Қытайдағы қарындастарына, туыстарына теңдік сұрап отыр. Сендерде еркек деп тапты ғой шешелерің. Еркек тоқты құрбандық деген қайда? Сенің жаныңды ешкім алайын деп тұрған жоқ. Сені ешкім түрмеге қамайын деген жоқ. Қамаса да 15-ақ күн атаңа нәлет, 15 күнде өлмейсің, ешқайсың. 15 күн қазақтың түрмесіне отырып шық. 15 күнге соттаған соттың үкім қағазын маған жіберіп бер. Мен сені бүкіл дүние жүзі бойынша құтқарам. Америкаға кет десең Америкаға, Еуропаға кет десең Еуропаға. 15 күнге соттаған қазақ сотының 15 күнге соттадық деген соттың үкімі мәңгі бақи сен үшін даңғық куәлігі болады. Сені бүкіл дүние жүзінің адамдық құқық органдары сенің атыңды біледі. Бүкіл медиа біледі. Керек десең бүкіл Еуропа мен Американың саясаткерлері сенің атыңды біледі. Соттан 15 күнге не бапты? 15 күнде өлмейсің. 6 ай түрмеде отырдық, ештеңе болған жоқпыз. 6 тал шашым түскен жоқ. 6 тал шашым ағарған жоқ. Бұл дүние Құдай тағала бізді сынаққа жіберді. Сынақ үшін келдік бұл дүниеге. Бұл дүние өлім үшін келдік. Құранды оқы, Инжилді оқы, Зәбірді оқы, Тауратты оқы. Өлім ақиқат, өлім хақ. Біздің шынайы өміріміз, біз өлгеннен кейін басталады. Біз мұна дүниеде ойын айнап жүрміз, емтихан тапсырып жүрміз. Бұл дүние уақыттық. Ұзасаң 80 жасайсың. Мықты жасаған қазақ 70-тен әрең асады. Қанша өмірің қалды? Әрқайсыңның. Мен өзім міне 46-тамын. 40 жасымда осы жұмысқа кірдім міне. 6 жыл өмірімді сарып қылдым. Мен деген миллионер жігіт болғам, айналамда бүкіл таныс біліс туыс туған жерлесімнен сұра. Ішкенім алдымда, ішпегенім артымда. Мың бір сапар кітабымды оқы. Мына жер жүзінде мен баспаған жер бар ма екен? Еуропа, Американнан. Неге сол ырғым байлығымды, бақытты баяшатты өмірімді тастап, мына бас ауруға кірдім? Ұлттың намысы үшін. Әрберден кейін ол дүниелігім үшін, ақыретім үшін Құдайдың алдына барғанда бетім жарық болсын дедім. Халқымның намысы биік болсын дедім. Қазақтың беті жарық болсын дедім. Және мен сияқты азаматтар артымнан ерді, Құдайға шүкір. Құдай тағала олардың мәртебесін үстем қылсын. Барлық бізді қолдаған, бізді ілескен, бізді қаржылай көмектескен, оймен көмектескен, қолмен көмектескен, малмен көмектескен. Барша қазаққа Құдай разы болсын. Бүкіл адамзат баласына Құдай разы болсын. Бізді жазған, ақтаған, жақтаған, құптаған, таратқан, аударған бүкіл ұлтқа, бүкіл адам баласына Құдай разы болсын. Ендеше әрбір қазақ, Алматының айналасы, кеше 500-ге тарта қазақ жиналыпты. Жақсы болды. Бүгін 5000 жинал, 10.000 жинал, 15 күнге қамал, 15 күнге қамалып, соттың 15 күнге соттаған үкім қағазын маған бер. Мәңгі бақи сені қорғаймын, мәңгі бақи. Бүкіл дүние жүзі бойынша сен үшін сөз сөйлейтін болады.